Неге көбінесе такси жүргізушілері InDrive қосымшасын таңдайды? Ассалаумағалейкум, құрметті достар, Демиржан Карменов арнасына қош келдіңіздер. Бүгін InDrive такси сервисінде жұмыс жасаймыз. Және де InDrive қосымшасы арқылы қанша ақша табуға болады. InDrive қосымшадағы жалпы күшті өзгерістерді сіздерге көрсететін боламын. Сондықтан да кеттік. Кезегімді бастамас бұрын сіздерге InDrive қосымшасындағы өзгерістерді көрсетіп жіберейін, достар. Кошелек деген бөлімшеге кіретін болсақ, добавить карту деген пайда болды. Яғни безналичный расчет пайда болды. Жолаушылар егерде өз карталарын белгілейтін болса, безнал, способ оплаты безналичный дейді орысша. Сонымен тапсырыс беретін болсақ, сізге балансқа емес, сізге тікелей картаңызға жол ақысы түсіп отырады. Ешқандай комиссиясыз жол ақысы 1000 теңге болса, 1000 теңге сіздің картаңызға түсіп отыратын болады. Сонында бүгін байқайтын боламыз, картамды осы жерге мен добавить карту деген батырманы басып, өзімнің банктік картамды тіркейтін боламын. Жалпы картадағы ақпараттарды осыға енгізіп кіргізуге болады. Көріп отырғандай балансым 101 теңге. Спрос мен тұрған аймақта жақсы. Лента заказға кірсек, тапсырыстар бар. Сонымен енді көп ұзамай достар желіге шығайық. Желге шықтым. Так, экспо 800 теңге, 1000 теңге ұсынып берейік. Километріне, мынандай күшті бір показатель бар. Километріне 1000 деймін ғой, 173 теңге дейді. Жаңа фотоконтроллер өттім, сол процессе дейді. Туран 8-да дейді, Оазис 1800 теңге қабылдайық. Ыңғай 191 теңге километріне. Подачасы 1 километр. Төлеби 27-тен алып кетеміз. Тапсырысымызды қабылдадық. 1800 теңге Каспий переводпен төлейм дейді. Жалпы кеттік, навигаторымызды қосамыз, туристімізді. Және де айту дегенде бірінші тапсырысымызды қабылдадық. Ары қарай тапсырыстар үзбей түссін, табысымыз жоғары болсын. Кеттік. Сау болыңыз. 25 минутта әкеп тастадым. Сағат 1:30. 1-ге 5 минут қалған кезде кезегімді бастадым. Сағат 1 десек те болады. Көреміз бүгін неше сағаттық кезек болады екен, қандай табыс табады екен. Және өздеріңіз көргенде 101 теңге балансымда болған. Тапсырысымызды міне аяқтап жатырмын. 1800 теңге. Енді балансым минусқа кетті. Енді жаңа 1800 теңге маған Каспийға аудартты да. Каспийімде өзім 0 теңге болған. Кошелегімде өздеріңіз көргендей минус 150 баланс. Бірінші поездканың арқасында, 100 теңгенің арқасында бірінші поездка істеп, міне Каспийімде 1800 теңгем бар. Енді Каспий арқылы балансты, InDrive'тағы балансты пополнять етуге болады. Өзінің жаңағы ID кодында теріп, қарап, так, 1000 теңге салайын мен. 1000 теңге пополнение жасап жатырмын. Кетті менің балансыма. Жанармайым бар, километражды обнулять етіп қойғам. Бәрін есептеп, аяғында бәрін көрсететін болым, қанша табыс тапқанымызды. 1900 теңге заказ комфорт түсіп отыр. Абая 13-тен Қасым Аманжоловаға километрына 174 теңге. InDrive қосымшасының бір жақсысы еркіндік бар мұнда. Сіз қай точкадан қай точкаға бара жатқаныңызды көресіз, қандай бағаға бара жатқаныңызды көресіз, және де ол бағаға келіспей жатсаңыз, тым арзан деп ойласаңыздар, жолаушымен саудаласуға болады, өз бағанды көрсетуге болады. Міне өздеріңіз көргендей тағы да бір скриншот жасап жіберейін. 1349 теңге балансымда бар. Мен добавить карту батырмасын басайын. Мен картамды добавлять етіп, келесі тапсырысымды қабылдайын. Бір Каспийімде бір 10.000 теңге толса, наличка қағаз ақша берсе де, одан да бөлек жалпы Каспийімде 10.000 теңге толу керек. Сол кезегімді сөйтіп аяқтайын деп тұрмын. Сол керек болып тұр 10.000 теңге. Бәріміз адамбыз, бәрімізде кредит бар. Жалпы қалай InDrive'ға тіркелем десеңіздер, осы бейнероликтің астында сілтемен қалдырып кетемін. Міндетті түрде аяғына дейін бұл роликті көріп алыңыздар. Қанша жетем бе екен мақсатына? 10.000 теңге Каспийімде неше сағатта толады екен? Мүмкін кешке дейін жүріп қалам бе екен? Соны көре жатайық.
и аяқ жағында сілтемеге өтіп InDrive'ға тіркелмеген болсаңыз тіркеліп кетіңіздер. Бұрын тіркелген болсаңыздар да өздеріңіздің аккаунтыңызды, профиліңізді жандандырып аласыз да қайтадан қалпына келтіріп аласыз осы сілтеме арқылы өтіп. Саламатсыз ба? Саламатсыз. 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 Жақсы рахмет. Аға, сау болыңыздар. Каспиімда қанша өтті? 3,5 сағат ішінде Каспиімда 10 мың теңге толды ма екен? Қалай ойлайсыздар? Жоқ, әрине, толмады. Өйткені осының алдындағы жолаушылар 5 мың теңге, жолаушы 5 мың теңге берді, 1900 теңгеге әкеліп жатқам. 5 мың теңге берді, 3100 теңге Каспиімнен, өз Каспиімнен сдача аударып жібердім. Сонымен қазір қарайын, 5 мың теңге наличкам бар, Каспиімда 6246 теңге бар. Сонымен 11246 теңге тауып отырмыз. Каспиімда 0 теңге, 46 теңге болған примерно. Сонымен бастағам кезегімді Каспиімда. Қазір менде 11200 теңгем бар. В общем, 3,5 сағат өтті кезегіміз. Баланс минус 31 теңге дейді. Балансымды бүкіл құрттым жаңағы міне. Кошелегімді айтпақшы, міне картамды енгіздім, көріп отырсаңыздар, Каспи картамды енгіздім. 62 шақырым жүрдім, 100 километрден 8 литр жейді менде, бірақ ол по факту негізі қаланың ішінде 10 литр жейді менде. 10 литр 100 километр болған жоқ, 62 километр. 1500 теңге Мұстафинаға дейді, 10 километр, 92 теңге километр, арзандау баға. Желіден шығып кетейік. Заказдар шырылдай береді әйтпесе. 11 мың теңге таптым, таза 11 мың теңге таптым. 51 шақырым жүрді дейді. Менде өздеріңіз көргенде 62 шақырым жүрдім. Километрына 214 теңге тауып отырмын. Осындай керемет бір статистика бар. Ежедневный план өзіме қойып қойғам, 10.450 теңге өздеріңіз қойып қоясыздар для себя. 12.700 теңге грязь дейді ғой, орысша міне өздеріңіз көріп отырсыз. Сондай таптым. 1632 теңге комиссия шықты. Ал жанармай шығымын қалай есептейтін боламыз? Менде 100 километріне 10 литр жейтін болса, 62 километрге 6,5 литр жедік. 10 литр жедік дей салайықшы. Мен 95 құям, және 95 Асқар заправкасына 312 теңге, сонымен 3120 теңге, 3000 теңге жанармайын алып тастайықта, таза қалтаға 3,5 сағатта мен 8200 теңге салып отырмын. Ұзын сөздің қысқасы, InDrive'да жұмыс істеуге болады. Самозанят арқылы жұмыс істеңіздер. Егерде перевод не болатын болса, Каспиді өздеріңіз білесіздер, салық органдарына тексеру жүргізу мүмкін. Сіз 3 ай подряд 100 переводтан ай сайын асып отырса әртүрлі адамдардан. Сондықтан да самозанятый болсаңыздар, Каспи переводқа да қабылдай беруге болады. Спецсчет ашсаңыздар да банктан самозанятый қылып, оған да қабылдасаңыздар болады. Разница жоқ. Перевод қабылдай бересіздер. Ол ешқандай заңға қайшы емес. Өйткені сіз InDrive Қазақстан Республикасынан салық агенті болып есептеледі. Жәнегі сіз 4% салық ұсталынады ғой. Әрбір тапсырыстан пенсионка, отчисление, медстрахование, соцплатежи, салық бизнес қосымшасы арқылы барлық ақпарат сіз әрбір поездка салық органдарына түсіп отырады ақпарат. И сол переводпен сәйкес келеді ол. Мысалы, 1000 теңгеге және 1100 теңгеге мен алып келдім. Соңғы тапсырысымызды, ол обязательно чек орылды, и салық органдарына ол ақпарат кетті. 1100 теңгеге кетті. Мен оған 1100 теңгені я налогами облагаю дейді ғой, орысша, салық төленеді ол ақшаға. Сондықтан да ол ешқандай қорқпай переводпен қабылдауға болады осындай поездкаларды. Сонымен рахмет барлықтарына, арнаға тіркеліп кетіңіздер. Осындай әдемі керемет бейнероликтер болады. Азанғы час битті көрейік. 4 сағат жұмыс істеп, қандай табыс табуға болады екен.